Сәлем, қайырлы кеш достар. Бізде уақыт қазір 8-ден 7 минут кетті. Англияның уақыты. Осы видеоны салайын деп шештім да, өйткені көп сұрақтар келеді. Каждайына жауап беруге енді уже шаршап кетесің, шындап айтқан кезде. Барлық сұрап жатыр, жас айырмашылығы қанша деп. Енді айтып өтейін. Агричар деген сайт бар, ол 47 жасқа дейін. 47 жасқа дейін, қалған сайттарды 55 жасқа дейін толтырсаңыздар болады. Агропрактика деген сайт бар, 55 жасқа дейін толтырып, оның анкетасын толтырып, вакансия ұстау керек ол жерде. Вакансия осы июнь айында ашылып, первогодниктарға вакансия беру мүмкін. Оны да білмейміз нақты. Қазір Англияға келу қиындап кетті. Адам саны көп. Бірақ тегін сайттар ғой, толтыра беріңіздер. Ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ. Бірақ та ең басты мәселе сайттарды толтыратын кезде бірінші загранпаспорт дайындап алыңыздар. Загранпаспорт дайын болғаннан кейін толтырасыздар. Қандай сайттар ашық деп сұрайды. Қазіргі таңда сайттар жабық. Жылда сайттар осы кезде жабық болады. Ашылады, ол октябрь-ноябрь кезінде ашылады сайттар. Бірақ та агропрактика мен Конкордия сек деген бар. Сол екеуі ашық тұр, соны толтырсаңыздар болады. Агропрактикадан профильді толтырып, анкетасын толтырып, вакансия ұстайсыздар. Оны қалай толтыру керек, вакансияны қалай ұстау керек, ютубтан, тиктоктан видеоларын қарасаңыздар болады. Тиктокқа тересіздер ғой, агропрактика, вакансия қалай ұстау керек деп жазсаңыздар, өзі видеоны беретін болады. Сол жерден қарайсыздар. Тағы да сұрақ, зарплата туралы сұрап жатыр адамдар. Зарплата қазіргі таңда сағатына 12-де 71 фунт стерлинг төлейді. Енді ол теңгеге шаққанда 8000 теңгедей болады, плюс-минус болады, өйткені курсқа байланысты. Енді жеке сұрақтар қояды, көбінесе жасыңыз нешеде деп. Мен қазір жасым 45-те. Құдай қаласа жылдың октябрьде 46-ға толам. Жасымды да сұрайды да көп. Сондықтан мүмкіншіліктің бәрі өздеріңізге байланысты, таландарыңызға байланысты. Сайт толтырғаннан кейін қай уақытта жауабы келеді, қай уақытта қабылдайды, оны ешкім білмейді. Сондықтан күтесіздер толтырғаннан кейін. Сосын мошенник деген көбейіп кетті қазір. Fruitful Jobs'тан и Агричардан мошенниктер өте көп. Почтаға келеді өзі. Сізді жұмысқа шақырып жатыр, осындай деген сияқты. Ол жерде ол мошенник па или рас па, қайдан білесіздер? Өйткен оны мошенниктер сразу визовый сборға ақша төлейсіз деп айтады. Ол кезде, сол моментте ол мошенник. Сразу сізге жазады мынандай фирмаға барасың, мынандай күні, сізді мынандай жұмысқа шақырып жатыр. Жоқ, олай жазбайды. Сайттар бірінші онлайн собеседование өтесіз деп сондай келеді. Егерде кімге сондай сообщение келіп жатса, маған личкаға жазып, скрин жасап жіберсеңіздер, мен сіздерге мошенник па или мошенник емес па айтып бере аламын. Ондай адамдар өте көп. Маған жекеме жазып, сондай сообщенияларды көрсеткен адамдар жетерліктей. Соның барлығы мошенник болып шыққан. Сондықтан ешкімге ақша бермеңіздер. Визаға тек қана өздеріңіз толтырасыздар. Визовый анкетаны толтырғаннан кейін визаға ақшаны өздеріңіз төлейсіздер. Карталарыңызды теріп, сол жерде
ноутбукпен толтырғаннан кейін төлейсіздер, ешкімге ақша бермейсіздер. Сосын жол расходы қанша кетеді деп сұрап жатады. Жол расходына 600-700 мың теңгедей ақша кетеді. Оның ішіне не кіреді? Виза төлейсіз, келу билеті жолыңыз, и зарплата алғанша тамақ аласыз, жол расходыңыз бәрі соның ішіне кіреді. Сосын паспортты соннан дайындайды. Маған қойған сұрақтарға жауап айтып жатырмын мен. Самолетқа билет қанша дейді? Самолет әртүрлі, багажбен бар, без багажа бар, багаждың салмағына байланысты, қандай қала арқылы пересадка жасайсыз, Эйр Астана, Пегасус, Туркиш, Аджет деген самолеттер бар. Бағалары әртүрлі болады, сондықтан билеттің нақты белгіленген баға жоқ. Осындай информация сіздерге айтып өтейін деп осы видеоны салып отырмын. Жұмыстан келгеннен кейін бізде қазір күн 2 күн 3 күн болды, күн ыстық болып тұр. Сосын мынандай информация кетіп жатыр TikToktан. Биыл жұмыс аз, сағат аз беріп жатыр, сондай деп. Англияда жұмыс істеп жатқан адамдарға айтқым келетіні, сабырлық сақтаңыздар. Уражай әлі басталған жоқ, сезон әлі басталған жоқ. Май енді бітіп жатыр, күн енді ысып жатыр. Пісетін зат енді піседі. Жұмыс болады, бұйырғаны болады. Сезон енді басталайын деп жатыр, сондықтан сабырлық сақтаңыздар деп айтқым келеді. Не айтайын енді? Міне біз 1 апталық зарплатамызды алған болатынбыз пятница күні. Ол 517 фунт стерлинг. 517 фунт стерлинг деген теңгемен 320 мың теңге аптасын алдық. Арғарай көреміз енді. Сезон енді басталып жатыр. Сағат та көбеюі мүмкін, зарплатамыз да көбеюі мүмкін. Таза алған ақшамыз, караван, жаңағы медстраховка бәрін ұстап қалғаның сыртында таза алдық. Сол тамаққа осы тамақ продукты әкелдік, 1 аптаға 50 фунт кетті. 50 фунт дегеніміз енді айтайын 30 мың теңгедей. По-моему, 35 мың теңге дейікші, 35 мың теңге болады. 35 мың теңге жұмсадым. Сондай информация. Барлықтарыңызға сәттілік. Табысты болыңыздар. Берекелі болыңыздар. Англияға келуге барлықтарыңызға ашық жол тілеймін.